Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, қоңырша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге восточный пирог жасаймыз. Менімен бірге міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға бір дана жұмыртқа, қант және бөлме температурасындағы майды салып араластырамыз. Бізге қажетті барлық ингредиенттерді төменде описание бөлімінде жазып қалдырдым. Міндетті түрде сол бойынша жасап көріңіздер. Барлығын араластырғаннан кейін бір шай қасық қопсытқыш қосып тағы бір араластырамын да ұнды ақырындап қоса отырып жұмсақ қамыр жасап аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді диаметр 24-тік формаға жайғастырамыз. Алдын ала мейіз, грек жаңғағы және де курага, яғни өрікті ұсақтап турап аламыз да жаңағы қамырымыздың үстіне осылай барлығын орналастырамыз. Енді үстінен рогачевский сгущенкасын құямын. Сгущенкаларыңыздың жақсы болғаны дұрыс. Болмаса три желания сгущенкасын қолдансаңыздар да болады. Енді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут ішінде пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Сіздер де менімен бірге міндетті түрде жасап көріңіздер. Үй ішіне ұнайтынына толықтай сенімдімін. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісемін. Астарыңыз дәмді болсын.